Hey барлықтарыңа ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен олжас. Достар, біз бүгінгі видеода ауыл салатын боламыз. Я достар, сіздер түсінбей жатқан шығарсыздар, жазық далада қандай ауыл саласың деп. Достар, мен кәдімгідей осындай жазық далада мен өзімнің қолымнан ауыл салатын боламын. Сосын біз ол ауылды салып болғаннан кейін сол ауылда талай видеоларды және талай серия видеоларды түсіретін боламын. Егер де осы видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Ал мен видеомды бастаймын. Ал мінеки достар, мен өзіміздің ауылымыздың ең алғашқы үйін салып қойған болатынмын. Шыдамадым достар. Сондықтан да бір үйді салып қойған болатынмын сіздерден кейін. Бірақ енді сіздерден кешірім сұраймын. Енді қазір ауылдағы екінші үйді сіздермен бірге соғатын боламын, сөз беремін. Ал мінеки достар, біз ауылымызға ең алғашқы үйді сәндеп, ішін соғып, сыртын патологын бәрін істеп қойған болатынбыз. Кәдімгі Майнкрафттағы ауылдағы ең кішкентай осындай бір үй болушы еді ғой. Тура содан кем емес, тура сөйтіп ұқсатып соққан болатынмын. Ал келесі үйге кеттік. Ал мінеки мен өзіміздің ауылымыздағы екінші үйдің схемасын құрып қойған болатынбыз. Қазір осындай түрде бір үй соғатын боламыз. Ал енді полын сіздермен бірге толықтай жауып шығатын боламыз. Дәл қазір бір полын аяқтаған болатынбыз. Ал енді мына тұрған екінші полын аяқтап тастауымыз керек. Достар, сіздерде мынандай бір сұрақ болып жатқан шығар: неге деревня 13-ті өзің скачать етіп тартып алып, неге серия видеоларды түсіре бермедің деген ой болған шығар сіздерде. Я достар, дәл сіздер ойлағандарыңыздай маған деревня 13-ті скачать етіп видео сериалдарды түсіруге болады. Бірақ та мен оның алдында былайнан ойладым: неге сол ауылды өз қолымнан соқпасқа дедім. Егер де мен өз қолымнан ауыл соғатын болсам, жаңа рубрика, жаңа контент және де сіздерге де өте қызықты болады. Сондықтан да мен өз қолымнан ауыл соғамын деген шешімге тоқталдым. Ол ауылды соғып болғаннан кейін мен бұны кәдімгі карта ретінде шығаратын боламын. Бұл картаны сіздер скачать етіп өздеріңіз ойнауларыңызға және видео сериал түсірулеріңізге де болады. Сондай қылып істейтін боламын. Әрине сіздер қолдау көрсететін болсаңыздар, бұл рубрика ешқашан тоқтамайтын болады. Мінеки мен сіздерге түсіндіріп жатқан кезде мына екінші үйді бітіріп қалған болатынбыз. Қабырғаларын көтеріп жатырмын, терезелерге орын қалдырып жатырмын. Ал мен бұл жерге ешқандай терезе салмаймын, өйткені бұл жерде менің өзімнің төсек орным немесе менің өзімнің компьютерім тұратын болады. Бірақ та әзірге бұл жерде терезе тұра берсін. Егер де бұл жерде мен компьютерім тұрмауы да мүмкін, тұруы да мүмкін. Сондықтан да бұл жерде терезенің орны тұра тұрсын. Ал мінеки достар, біз бұл үйдің қабырғаларын көтеріп тастаған болатынмын. Ал енді бұл үйдің патологын жауып тастайтын боламыз. Біздің бұл екінші үй әдемі емес болып шығады ау деген ой болып тұр. Өйткені бұл үй өзіме онша қатты ұнамай тұр. Негізінде тіпті іші өте кішкентай. Сондықтан да бұл үй менің үйім болмайды. Бұл үй кәдімгі шетелдің қарапайым үйі болатын болады. Ал мінеки екінші үйіміздің патологын бітірген болатынбыз. Ал енді терезенің бос жерлерін барлығын тереземен толтырып тастайтын боламын. Терезені істеп болғаннан кейін үйдің крышасын толықтай жауып тастау керек бізге. Сонда үйіміз әдемі болып көрінетін болады. Ал мінеки көріп тұрғандарыңыздай үйдің терезесін болған болатынбыз. Ал енді үйдің крышасын толықтай жауып шығатын боламыз. Достар, менің арнамда 27 подписчик болыпты. Сіздерге өте қатты үлкен рахмет айтам. Мен көп күн бойы видео салмасам да сіздер мені 27 подписчикке жеткізген екенсіздер. Дәл осылай әрі қарай 100, 200, 100 мың, миллион, 10 миллион подписчикке де жете беруімізді Алла нәсіп етсін. Ал мына үйдің крышасын жалғастыра берейік. Ал мінеки достар, үйдің крышасында біттік ақыры дегенде. Ал енді үйдің ішін істеп шығу керек. Ішін әдемілеп істеуге тура келеді. Тура осы жерде кухня болады. Бірақ та бұны бұлайнан істеп керек емес сияқты ма, әлде керек па? Так ойлану керек. Мына жерде төсегім тұрса, ана жер компьютер.
Так, мына жерлерін сындырайық, осы жерлерде ашық болсын, өйткені кухняға өте әдемі болып көрінеді. Ал енді дәл қазір осы жерге біз өзіміздің кухнямызды жасап шығайық. Кішігірім кухня мына жерде, шлей дәу емес, шлей кішкентай емес, орташа деуге дейік тура келеді. Ал енді бізге кухняны жасау үшін печка керек. Так, мына жерде печканы тауып алайын. Қазір таппай жатырмын. Так, печка. Мінеки печканы таптым. Ал енді бізге версак керек болады. И сосын мына жерден ступенька алып алайық. Ступенька да керек болады. Ступенька емес, негізінде плита. Осы жерге плита, ойнан астыға емес, үстіге қоямыз. Осылай и осылай. Мына жердің астына бір плита қойып жіберейін. Осылайнан и мына жерге де біреуін қойып жіберейік. Достар, мен ойлана кере мен кәдімгі модпен істейтін болып шештім, өйткені маған вообще идея келмеді, модсыз істеп көрем ба деген ой болған негізінде менде. Бірақ та менде модсыз ешқандай идея келмеді кухняға. Дәл осылайнан кухнямызды әдемі қылып сәндеп шығатын боламыз. Мына жерге нан пісіретінді қойып жіберейік. И бізге дәл қазір тәк қойып тұрында мына жерге банканы алып аламыз, и тарелканы де алып аламыз. И осы жерге банканы қоямыз, мына жерге тарелка, и артқа да бір 2 тарелка қойып жіберейік. Тіпті мына жер өте әдемі болып шықты. Ал енді мына қолымыздағы заттардың барлығын мына жерге жоғалтып жіберейік. Ал енді өзімізге мына жерден ана бір зат бар еді, атын ұмытып тұрмын. Так, қайда, ё-моё, осындай кезде табылмай кетеді ғой, мәссаған. Міне осындай бір бокал бар тұғын, сосын тағы да бір бокал бар тұғын негізінде, бірақ так, мынандай алып алайын. И так, мына жерге бокалды қойып жібереміз. Негізінде ана бокал емес, тұз салатын ба, сондай ғой анау негізінде. Біздің үйіміздегі кухня әдемі болып шығып жатыр. И мына жерге қоқ шелек, и біздің кухнямыз аяқталды. Ал енді бұл үйді енді компьютер керек, егерде ол жете бір блогер, ютубер болып кетсе деген үмітте ғой енді. Дәл осы жерге әдемілеп компьютерін қойып беретін боламыз. Осындай бір қара түсті столмен істеп береміз. Ойынан қате қойып жерім сындыр жерек. Ал енді дәл осы жерге компьютерін қойып береміз. Еще компьютер өшіріп қосуға да болады. Тек терезесі ғана көрініп тұрады. Мына жерге ПК-сын қойып береміз. И мынаны үйге әдемілік үшін қойып қояқ. Негізде бұған әдемілік үшін емес, бұл үйге ауа кеп тұрады. Мына жерге креслосын қоямыз. Ал мына жерге бүйтіп, мынаны осылайнан хоп еткізіп ноутбугын қойып береміз. Мына жерде бос орын қалып қалды. Бұл жерге біз бір ойыншық қойып жіберейік. Мысалы мына жерде криперді қойып жіберейік. Так, криперді алып алайық. И былайнан, так, жоқ, бұл былайын емес, былайнан қаратуға бола ма екен тікесінен. Так, болмайтын сияқты. Жақсы онда есіп, так, жақсы есіп тұра берсін, нормально. И біздің жоқ, аяқталған жоқ. Бізге әлі не керек? Аты қалай еді? Роутер керек болып тұр мына жерге. Так, мына жерден роутерді алып жіберейін. Так, роутер и мына жерге емес. Так, мына жерге роутерге орын қалмаған сияқты, бірақ осы жерде тұра берсін. По-любому бұл менің үйім емес. Ал енді тура осы жерге жататын жерін жасайтын боламыз. Мына жерге қық-қызыл кроватын және де мына жерде бір стол алып алайық. Жоқ, стол емес, бұл жерде стол жоқ. Бұл жерден біз өзімізге мынандай тұрған көк түсті цвет алып алайық. Жоқ, мынандай цветін алайық. Мына жақтан барып столын алып аламыз. Мынандай стол қойып алатын. Жоқ, мынандайын қойып, осы әдемі болып көрінеді. Мына жерге кроватын қоямыз. Мына жерге осыны, и былайнан все, мінеки бізде светі де бар. И біздің үйіміздің бөлмесі толықтай дайын болды. Ал достар, менің осымен өзімнің видеомның соңына да келіп қалдық. Біздің видео аяқталды. Егерде осы видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал сіздермен бірге болған мен Олжас, қош сау болыңыздар.